Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұқа болып шығатын құймақтың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алып, одан кейін қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін бір шымшым тұз қосамыз. Одан кейін жылы сүтімізді құйып, ситадан өткізілген ұнымызды салып, ұнымыз бен сүтімізді кезек-кезектен салып жақсылап араластырамыз. Ең соңынан 3 шай қасық сұйық майымызды құямыз. Құймағымыз өте қою емес, өте сұйық емес, орташа болу керек. Кейін қызып тұрған табамызға сұйық май жағып, табамызды қатты қыздырып, құймағымызды құямыз. Құймақтың қалың болуы, жұқа болуы ол құйылған құймаққа байланысты. Құймақты 1 минуттай пісіреміз. Мен пышақтың көмегімен аударамын. Осымен құймағымыз дайын. Осындай өте жұқа, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге рецепті ұнаған болса, лайк жазып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.